Мен Нұрмагамбетова Жанар Мейірімжанқызы, Қызылорда облысы Қазалы ауданы Басқара ауылындағы номері 182 орта мектептің тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарымын. Менің басты мақсатым оқушылардың тұлғалық дамуына ықпал етіп, олардың шығармашылық әлеуетін арттыру. Сол себепті де оқушы бойына ұлттық тәрбиені сіңіру міндетім деп білемін. Ұлы Абайдың ұлылығынан сусындап, хакімнің тәрбиелеу құралынан көп нәрсе ұқтым. Абай Құнанбаев бала тәрбиесіне ерекше мән берген. Ол адамның бойындағы ізгі қасиеттер тумысынан емес, тәрбие мен орта арқылы қалыптасатынын айтады. Ұлы ойшыл үшін тәрбие ұлттың болашағын айқындайтын күш. Абайдың 7-ші қара сөзінде ол былай дейді: жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады, біреуі білсем екен деп тұрады. Бұл сөзінде Абай атамыз баланың табиғи қасиеті білуге, үйренуге құштарлық екенін көрсетеді. Демек, ата-ана мен ұстаздың міндеті сол құштарлықты өшірмей, білімге, ізгілікке бағыттау. Абай тәрбиенің түп негізін ар, ұят, намыс, мейірім секілді рухани құндылықтардан іздейді. Ол адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озат деп нағыз тәрбиенің мақсаты толық адам тәрбиелеу керек екенін айтады. Абайдың бала тәрбиесі туралы ойлары бүгінгі күнде де өзекті. Абай атамыздың пікірі бойынша балаға ең әуелі сүйіспеншілікпен, үлгі арқылы ақылмен тәрбие беру керек. Тәрбиенің нәтижесі арлы, парасатты, еңбексүйгіш, елін сүйетін азамат. Мектебіміздегі тәрбие жұмысы адал азамат, бір тұтас тәрбие бағдарламасын іске асыру бағытында жүргізіледі. Бағдарламаның мақсаты: қазақстандық мәдениет құндылықтары негізінде азаматтық жауапкершілік пен патриотизм, парасаттылық пен адалдық, ар-ұждан, рухани адамгершілік қасиеттерін бойына сіңірген, үйлесімді дамыған тұлға қалыптастыру. Білім алушылардың негізгі құзыреттіліктерін дамыту мақсатында сыныптан тыс жұмыстар шеңберінде келесі әлеуметтік жобалар ұсынылды. Біз әр іс-шараны оқушылардың қызығушылығына сай креативті форматта өткіземіз. Оқушылардың табысы біздің ең басты жетістігіміз. Оқушылармен бірге біз тәрбиенің жаңа моделін қалыптастырып келеміз. Тәрбие жүректен жүрекке жол. Әр баланың бойындағы жарықты жаға білсек, болашақта нұрлы болмақ.